Bu geviştin sezonu aprelden başlanadi. Tak oktyabrga дейін quyamiz. Bir 5-6 ay quyamiz. Söyle bir kunde normalni quysak bir 1,5 ming gevish quyamiz. 2 adam. Ajagam ikimiz. Bulay birimiz quysak bir 500-600 gevish quyamiz. Bir adam quysak. Men Rayimbayev Sultan 1996-yılı tug'ilganman. Bu tarovmen endi gevish quyumen bir 10 yilday bo'ldi shug'ullanatmizga. 10 yilday bo'ldi. Endi bu tek yazda quyamiz buni 5-6 ay. Ertaga kun suvtsa boshqa жұмыс isteb ketamiz. Mashin aydab ketamiz. Boshqa ne qildimiz? Ajagam quyib o'tirganda bir 15 yilday bo'ldi. Алай, мәселен, чотке болған, қолмен ұстап көрген, құйып атырған белгілі да, ол қолға белгілі болады да. Мәселен, ол алай жаман топырақтан құйылып, одан алай соқсам, мына каританың өзінден қатып қалады, шығарау қиын. Шығара алмайсың ол, қатып қалады ол, сіресіп қалады. Уже мына алайдан белгілі болады да, егер жақсы топырақ болса, алай жақсы болса, бұл қатпайды. Астыда мына мәселен законы алынады да, міне, мощный ол. Енді кей уақыттары жаман топырақ келеді, кей уақытта жақсы топырақ келеді. Жақсы топырақты мына қолмен ұстап көріп білеміз мәселен. Топырақ деп қысқан кезде мынандай торақтай болып қалу керек қолда не. Егер шегелең топырақ болады, шеге болады. Одан гербіш жақсы шықпайды. Егер ондай топырақ төктіріп алсақ, мынандай қасында тағы бір машин төктіреміз саз топырақтан. Сөйтіп араластырып құямыз ол екеуін. Екі топырақты араластырып, сонда гербіш бекем болады да. Енді ана топырақтан пұлға сатып алғаннан кейін онан не қылмаймыз да? Зиян етпейміз, зая қылмаймыз. Онан қасына жақсы топырақ төктіріп, но шоколад болады, пакет ылайдан шығарғаннан кейін пакетті басамыз, ол пісіп тұрады жерде. Пісіп тұрғаннан кейін, где-то бір 3-4 сағаттан кейін құясаң да қаймақ болып тұрады, ылай шоколад болып почти. Уже құйылғаннан кейін ол гербіш уже бекем гербіш болады да. Сондай. Біздер 5-6 ай құйсақ бір айына бір 5 күн ба, 6 күн ба демаламыз болғаны бұлай. Демалыс жоқ, тек бос-босақ құя береміз. Біздерге үйренген талап осы аңсат біздерге, қиын емес. Апрельде бастанса қанша уақыт? Апрельден баслап октябрьге дейін құямыз. Бастап сөйлей беріңіз, микрофоныңыз бар, бастай беріңіз. Бірінші су ағызамыз сөйтіп. Суға астен ылай салып бара береміз, топырақ салып. Чотке болып піседі, одан кейін құясаң да, одан кейін жауын жауа ма, не жауса да есат қылмайды қолдың гербішіне. Чотке болады, үйлері мощный болып салынады. Зауыттың гербішінде іріп кетпейді да жауынға ағып. Сондай не айтамын басқа? Міне. Шеге құмға жақсылап бұлғайсаң, жуаланы. Сонда мощный болып шығады да шеге құмға бұлғасаң. Текст түседі. Зауыттікі енді станок кеседі да бұлай, станоктан шығады. Ол теп-текс болады зауыттың гербіші. Пресс болып, пресслеп шығарады да ол тек. Пресспен. Мәселе, оның топырақлары мынандай болады, зауыттың топырақлары. Бірақ пресс станокта пресслеп кесіп тұрады, теп-текс болады да ол. Ол бірақ размер үлкелі болады зауыттың гербішінің. Біз еткен шамалы кіші болады да, бұның размері, қалыптың размері 7,5-лық, таза кеугеннен кейін 7 болып қалады ол. Ұзынлығы мәселен 22-23 болады. Сантиметр. Бұлайына 7 болып қалады. Бұлайына 11 болады. Енді әйел адамдар алдында жәрдем береді, қолынан келгенше. Мәселен гербіште мынандай етіп қойғанда тақыласуға да бұлай. Тек тақылауына, жинасуына жәрдем береді. Бұлайынша әйел адамға ауыр болды. Бұлай от тұр деп күйеуіне мынандай
жардам берет болғаны айыл адамларға. Мәселен, гербішті тайын болғанын сатамыз, сатқан кезде бізде балаларға көмек пулға жүклеуіне, гербішті жүктеуге, машинға жүктеуге бала шақырамыз да, пулына шақырамыз бірақ. Ол кезде де балалар келеді. Балалар керек біздерге. Себебі бізде екеуміз жүктей алмаймыз бізде бір машинға. Балалар аламыз қасымызға. Жәрдемге. Кейінгі ақырғы сұрауы. Қазір гербіш құйып жатсыз ғой, 15 жыл болды деп жатсыз. Bir нәрсе айта аласыз ба, климатта өзгерді, алдын мысалы үшін апрельдің ақырында бастайтын, қазір сол мартта бастайтын болды. Күн ысып кетті, күн суып. Мәселен, ол апрельден бұрыннан бастап жібересің гербіштені. Енді бұрынлары март, Наурыз байрамынан кейіннен бастап жіберетін. Күн ыссы болады. Мәселен, бұлай кешлеу бастадық негізі. 15-леріне, оларына ма бастадық. Ондам жауын шашын бола берді, тоқтап қаламыз, іркілеміз. Тоқтатамыз абсолют ол кезде жұмысты. 3-4 күн дем аламыз. Жауын шашын қайттан құяш шыққаннан кейін шығамыз да бұның. Одан алдын былай құюға болмайды да. Салқын. Гербіш мәселен құйғанмен ол гербіш еріп кетпей, жоқ болып кетпегенмен гербіштің ана качествосын бұзады да. Тошки болып қалады. Бір шыққан гербіште бұзылған, жайдан шыққан гербіште болып қалады да, түрі. Сондай болып қалады. Басқа өзгерістер болды ма? 10 жыл алдын топырақ мынандай еді, хауа мынандай еді. Бұрын топырақты біздер машинға заказ ететін, ол кездер топырақлар жақсы еді. Мәселен, ол кезде топырақ, қазір топырақ жоқ та, онда жақсы топырақта, уже қазір топырақты сайлап алатын болды. Бұрын заказ еткен машинасы мощный топырақ әкеп беретін еді. Қазір кейініне қарай уже таңлап неғып алатын болды да, топырақ уже жақсы топырақ қалмай бастады да. Қиын топырақ мәселесі. Топырақ мәселесі қиын негізі. Мысалы, топырақтан кейін топырақ жоқ та, топырақ проблема болды. Топырақтан төктіреміз машинға. Одан пулына төктіреміз, бесплатный әкеп бермейді. Бұл гербіш құйып атырғанда проблема бұл. Құйып болғаннан кейін мал басып кетеді, ит басып кетеді гербішлер. Солар проблема. Жауын жауса проблема болады. Сөйтіп каритада ылайын қатып қалады. Шығара алмай қаласаң ылайды. Мына гербішлерді құямыз. Сөйтіп бір текс етіп, одан кейін күн ыссы болса, бір күнде аударуға болады былай, не? Мынандай аударып шығамыз. Күн ыссы болса, бір күнде аударуға болады да, күн салқылау болса, 2-3 күн уақыт кетеді аударуға. Сөйтіп қоямыз. Мынай жинап, екілік етіп жинасаң, тез кеует та, машинға да тиеу аңсат болады. Міне. Өз кете береді жиналып. Машинға тиеуім аңсат болады, тағы тез кеует демде. Қозғалмай ол ілтимас дейді. Сұрауы, қазір деп құйдыңыз ғой? Содан кейін қалай білесіз жағдай аударуды дейді да, андай қашан аударуды қалай білесіз дейді да? Уже беті аппақ болып басады дейді, адамды көтеретін болады аяқпен жүргенде. Адам басасың ғой, уже адам көтереді. Сол кезде аударасың да оны, адам көтереді. Беті ағырады, мініп көресіз. Мініп көресің, уже белгілі, мініп көрмейін белгілі, мініп көрсең болады да. Уже адам көтеретін болды, уже аударып тастайсың. Олар ертең келеді. Аударғаннан кейін самалменен, құяшпенен өзі кебеді. Осыдан бастап, қайын боламын дегенше қанша уақыт? Так, мынадан бастап құйып, уже мен анерге жақылайман дегенше аяқ кебеді уже. Мен құйып боламан дегенше уже. Айлыққа істемейсің да бірақ. Где-то мынандай погода болса, 5 күн, 6 күнде кебеді. Бір позиция. Егер ұлыма ысса, ертең жаздың күні қатты құяш ыссы болады, мәселе 30 градус, 40 градус ыссылар болады, 40 градусқа дейін мәселе. Сол кездері анық 3 күнде кебеді гербіш. Мына құйған гербіште 3 күнде кебеді. Бір күнде аударып тастай бересің, 3 күнде кебеді. Солай жинамай-ақ жерден прямой сатаман. Бір кезде жинап жүру шарт емес та, оны машинада тақадаман да сатып жібере беремін. Мәселен 5 көз қалыптен да, әрқайсысы санап басып жібере.